Бір жолы кішкентай құс мектепке келіп, арқақамнан дәптерлерін іздей бастады. Кенеттен ол үй жұмысын үйде ұмытқанын түсінді. Қалай ғана ұмытты? Сұлу, бұл мүлде қорқынышты емес. Не? Қорқынышты болғанда қандай? Қиын жағдай. Мен үй жұмысымды Тима жеп қойды дей салар ем. Ол да мүмкін. Бірақ Ал енді шынымен қорқынышты хикаяларды қалай айту керегін көрсетейін. Баяғыда шалғай бір далада екі кішкентай тоқты өмір сүріпті. Бір күні түн ортасында екеуі тауға барыпты. не үшін? Барғылары келгендіктен. Сонымен байғұс тоқтылар адасып кетіпті. Олар ұзақ жүріп қайтар жолды табуға тырысты, бірақ түк шықпады. Ал сосын адасып жүріп, кішкене тоқты кенет түсінді. Ағасы жоғалып кетті. Жайдан жай жоғалып кетті ме? Сөйтіп, байғұс тоқты орманның түкпірінен бір түрлі дыбыстар естіді. Ағасы шығар деп ойлады. Алайда шулап жүрген таспас екен! Жазылып, қоңырауды басыңыздар. Көріскенше!